Баршаға сәлем. Бүгін мен сіздерге ашытқысыз осындай жет шелпектің жасалу жолын көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоны мұқият қараңыздар. Алдымен ыдысымызға айранды құйып, үстіне сода салып 15 минутқа қалдырамыз. 15 минуттан кейін осылай сода гаситетіліп ісетін болады. Содан кейін жұмыртқаны салып араластырып, үстіне шекер мен тұзын салып, ерігенше жақсылап венчикпен араластыратын боламыз. Кейіннен үстіне сұйық май құямыз. Мен барлық заттың мөлшерін описанияға қалдырамын, сол жерден қарап алсаңыздар болады. Онда міндетті түрде електен өткізіп салыңыздар, сол кезде қамырларыңыз пышный әдемі болып шығады. Бірінші венчикпен араластырып, кейіннен барып қолмен араластырсаңыздар, қамыр жақсы иленетін болады. Қамырды ешқандай дем алдырмаймыз, тындырмаймыз, бірден осылай 7 бөлікке бөліп алып жая берсек болады, қыздар. Қамыр өте жұмсақ қамыр болады. Сондықтан көбірек ұнмен жаюға тырысыңыздар. Дәлмен көрсеткендей, қыздар. Негізі бұл шелпекті содамен жасағанмен, сода әдемі болып гаситетіледі айранмен, сондықтан да соданың дәмі шықпайды, өте дәмді болып шығады, қыздар. Міндетті түрде жасап көруге кеңес берер едім. Дөңгелектеп жасап алып, ортасын тесіп, қызып тұрған майда әр бетін 2-3 минуттан пісіріп аласыздар. Сонымен біздің жет шелпегіміз дайын. Қыздар, менің арнама жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылып алыңыздар. Қазақша каналдың дамуына үлес қоссаңыздар, риза болар едім. Қыздар, соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.